Сәлем достар, сіздермен Райхан. Бүгін сіздермен бірге апаларымыз дайындайтын қолдың аппақ кеспе көжесін бірге жасайтын боламыз. Алдымен бізге тауық еті қажет, яғни грудинка. Жақсылап жуып алып, осылай ұзынша солонка қылып тураймыз. Етімді турап болдым, мінекей осылай болып шығуы керек. Келесі менде көкөністер. Бірінші олардың барлығын жуып, тазалап, қабықтарын ашып дайындап алдым. Ең алғаш пиязымызды тураймыз, майда жіңішке қылып турап аламыз. Пияздан кейін менде сәбіз, бір сәбізді осылай палауға арналған сәбіздерде қылдым да, одан кейін квадрат қылдым. Қатты ұсақ болмау қажет, яғни ірілеу қылып квадрат жасаймыз. Сәбізді де турап болдым, одан кейін бізде картоп. Мен 3 картоп қостым. Картоптарды осылай ірі квадратқа бөліп тураймыз. Келесі бізде жасыл болгар бұрышы, оны да жіңішке солонка ұзынша қылып тураймыз. Сонда көрінісі әдемі болып шығады. Міне дайын болды. Одан кейін 2 қызанақты да жіңішке ұзын қылып турап алдым. Табамызға, яғни қазанға май құйып, отқа қыздырып болған соң жаңағы туралған тауықтың етін салып, жақсылап қуырып аламыз. Әдемі сары түске боялып шыққанша етті қуырамыз. Міне достар, осындай сарғыш түсте болуы керек. Одан кейін жаңағы тураған ингредиенттерімізді кезек-кезегімен саламыз. Бірінші пияз, одан кейін қызанағымды, болгар бұрышымды, сәбізімді салып, жақсылап қуырып алдым. Мен томат қосқан жоқпын, себебі құрамында қызанақ болғандықтан дәмі өте әдемі болып шығады. 15-20 минутты жақсылап қуырып алдым. Дәміне қарай аздаған тұз септім. Міне қараңыздар, өте керемет жақсы қуырылды. Асын жай отқа қойдым. Асты күйіп кетпеу керек. Әбден қуырылып болған соң үстіне су құйдым. Және соңғы ингредиентіміз біздің картопты салдым. Жақсылап толық бір қайнатып алғаннан кейін астын баяу отқа қоямыз. Біздің сорпамыз дайын болғанша енді кеспемізді дайындайық. Ол үшін бізге кішкентай стаканмен жылы су, 1 жұмыртқа және 1 шай қасықпен тұз саламыз да жақсылап араластырамыз. Одан кейін барып 250-300 граммдай ұн қостым. Қолымның көмегімен жақсылап қамыр еледім. Қамырды өте қатты қылып елейміз. Міне дайын болды. Енді бетін міндетті түрде жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Міне қамырдың көлемі осындай болды. Қатты кішкентай емес, қатты үлкен емес. Міндетті түрде ұнды көбірек себесіздер. Бұл кеспе болғандықтан ұнды көп қажет етеді. Осындай қатты болады. Қолымыздың көмегімен басында жаямыз. Одан кейін оқтаумен жақсылап қамыр жаямыз. Ұнды қайта-қайта сеуіп отырыңыздар, сонда қамырларыңыз өте әдемі біркелкі болып шығады. Қатты жұқа қылып, қатты қалың қылмаймыз, біркелкі көлемде болу керек. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Енді оқтаудың көмегімен орап шықтым, жіп-жіңішке қылып көлемді алдым. Енді кеспе кесеміз. Жіп-жіңішке қылып, қамырдың үстінен қатты баспаймыз, қолымызбен салмақ салмай, тек қана қолымыздың салмағын пышаққа саламыз да тез-тез турап шығамыз. Сонда өте әдемі шашпа болып кеспелер шығады. Егер сіздің қамырыңыз, жаңағы кеспелеріңіз жабысып қалып жатса, арасына ұн сеуіп жіберіңіз. Кеспелерімді турап болдым. Міне сорпаларым өте әдемі қайнап жатыр. Осылай кеспені салып, вилканың көмегімен араластырдым. Көк пиязды турап салып жібердім.
бір қайнағаннан кейін қараңыздаршы, кеспелері ешқайсысы жабыспайды, дара-дара, яғни өте әдемі болып шығады. Бір 10-15 минуттай қайнатамыз. Міне достар, біздің аппақ кеспе көжеміз дайын болды. Өте дәмді, ерекше, үйдегілердің сүйіп жейтін астарының бірі. Сәндік үшін бетіне осындай көк пиязды турап қоссаңыздар болады. Жасап көрсеңіздер де болады. Ас болсын.